Факт-чекер сөздігін қала тұрғындары қалай түсінеді? Біз бүгін алматылықтардан манипуляция сөзін сұрап көрмекпіз. Манипуляция дегеніміз не? Бұрын естіп педіңіз? Манипуляция дегеніміз жалпы адамның жүр-тұрысын қазақша қалай айтатын? Манипуляция, контроль істеу ғой негізі. Инфлюенс жасау адамға. Бұрында ақпараттық манипуляция дегенді естіп педіңіз? Иә, естуім бар. Қандай мағына білдіретінін білесіз бе? Білем. Өйткені мысалы қоғамды әртүрлі ақпарат арқылы басқару. Ақпараттық манипуляция дегенді естіп педіңіз бұрында? Ақпараттық манипуляция дегенді естіп педіңіз бұрында? Естіген жоқпын, білмеймін. Жалпы манипуляция деген сөзді. Ақпараттық манипуляция дегенді естіп педіңіз бұрында? Естігем. Қандай мағына беретінін білесіз бе? Ақпараттық манипуляция ақпарат арқылы біреуге әсер ету шығар. Байланысты. Манипуляция деген. Қазір ақша табудың бір несі болды, манипуляция деген. Без лаха жизнь плоха дегенде ғой. Енді білмеймін қалай енді. Ондайға түспеудің амалдар көп қой. Кез келген нәрсеге сене берудің қажеті жоқ шығар. Манипуляция термині фактілерді бұрмалау, не өзіне қолайлы ақпарат жасап шығару арқылы оқырманның ойын өзгерту. Иә, тұрғындардың пікірі осындай екен. Арнамызға тіркеліп пікір қалдырыңыз, медиа сауатты болайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.